қазыналы қарияның өмірі. Жол ауданы Таңшығыс ауылында Сүгірбек атамыз бен Төлтай анамыздың отбасында Сағындық қария Қазақ даласына жұт алып келген 1932 жылдың дүрбелеңінде 4-ші перзент болып дүние есігін ашыпты. Сағындық әкеміздің балалық шағы Таңшығыс колхозында өтеді. Ер азамат біткен майданға аттанып, колхоздың бар жұмысы қатын-қалаш пен бала шағаның мойнына артылады. Таңның атысы, күннің батысы ауыр бейнетпен көз ашпаған. Сөйтіп жүріп ер жеткен. 1952 жылы Бурни орта мектебін бітіріп, 1954 жылы колхоз басшылығы Талғар қаласында ауыл шаруашылығы мамандарын дайындайтын техникумге оқуға жібереді. Агроном мамандығы бойынша оқып, қызыл дипломмен аяқтайды. Бұл техникумда Сағындық көп нәрсені үйренеді. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының жолдамасымен Жамбыл аудандағы Ақкөл колхозында қойма меңгерушісі жауапкершілікті талап ететін жұмысты абыроймен атқарады. Сағындық қарияның еңбегі еленіп, маңдай тері көп сіңді. Ұзақ жылғы жемісті еңбегі тыл ардагері ретінде мемлекеттік медальдармен марапатталып, ауыл ақсақалдары ұйымына өнегелі өсиеттермен ақ батасымен сый құрметте болды. 1957 жылдың жазында Бегдаш қызы Динамен көңіл жарасып, 42 жыл отандасып, 2001 жылы Алланың қалауымен Дина анамыз дүниеден озды. Өмір көшіне 3 қыз, 2 ұл өсіріп қосты. Олардан 12 немере, 23 шөбере сүйді. Жапырағы жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырым, сезбеппін әке ертерек, жаныңнан ыстық жалыным, сезбеппін әке ертерек, жаныңнан ыстық. Көпшілік айналайын, ағайын, әркім өніп өскен сайын, жақсылық болған сайын, біріне бір қарай жалғаса берсе, менің жалғасым болса, менің өмірім болса деп арман қылады. Сол арман бізде болған. Біз үйлендік, өз алда отау тіктік, балалы шағалы болдық. Сиқы батадан үйленіп, қазір немерелі шөберелі отырмыз. Алла сол кісілердің аруақтары қолдай берсін, бәле жаладан аулақ қылсын. Бұрын өтіп кеткен ата-бабаларымыз тоба дейді екен. Негізі тоба демеу керек екен, шүкіршілікті керек екен. Абайдың қара сөзінде айтады отсайды. Алладан тілек шүкір жаса. Шүкірлігің болса, ол Алланың берген жасы, Алланың берген табиғаты деп сыйлықты береді. Әр уақытта менің жастарым өсе берсін, жаманшылық көрмесін, көпшіліктің жақсы лебіздері, жақсы сөздер бола берсін. Еркім бар өзіңде, сағыныш толы жанымды. Мейірімі шашқан жүзіңнен өмірдің ізін көремін. Әкелік асыл сөзіңнен жолымды тауып келемін. Әкелік асыл сөзіңнен жолымды тауып келемін.